Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір мен оқушыларға презентацияны Teams'те қалай демонстрациялауға болатындығын көрсетіп жіберемін. Ол үшін бірінші встречаны басамыз, сабақты бастаймыз. Кейін міне мынау кнопканы басу арқылы біз презентацияны таңдауымызға болады. Егер сіздің қазір ашу керек презентацияларыңыз мына жерде быстрый доступта бар болса, онда осы жерден бірден таңдап ашуға болады. Егер бұл жерде жоқ болса, онда обзор кнопкасын басамыз. Обзорды басқаннан кейін бізде презентацияны қай жерден таңдау керек екенімізді көрсетуіміз керек. Презентация қай жерде орналасқандығын көрсетуіміз керек. Егер презентация бұған дейін командалардың бірінде жүктелген болса, онда бірінші кнопканы басамыз. Мысалға, мынаны басу арқылы мен бүкіл өзімнің командаларымды көріп тұрмын. Осы мысалы командалардың ішінде 12-ші B, геометрияны қайталау, бірінші сабағын презентациясын ашамын дейік. Арай осы презентацияны көрсетіп кетуге болады. Егер біздің көрсеткімізге отқан презентация OneDrive'та болса, онда OneDrive'ты ашамыз. Егер көрсеткелі отырған презентация әлі жүктелмеген болса, командаларға немесе OneDrive'ға, онда және ол компьютерде орналасқан болса, онда отправить с моего компьютера деген команданы таңдаймыз. Мысалы, рабочий столдағы логарифмдік теңдеу теңсіздік деген презентацияны ашайық. Бірінші қай жерге жүктейтінімізді көрсетуіміз керек. Осы общий вкладкадағы файлдардың ішіне жүктей салайық, загрузить. Презентация жүктеліп жатыр. И оқушылардың алдында бүйтіп көрсетіледі. Бұл жерде бір айтып кететін нәрсе. Міне, мынау кнопкаға назар аударыңыз. Егер кнопка дәл осылай болып тұрса, онда оқушыларда өздігінен бұл презентацияның слайдтарын перелистывать етіп көруге мүмкіндіктері бар. Егер сіз мынаны қазір етіп бассаңыз, онда оқушыларда міне мынау екі жағындағы кнопкалар өшеді. Яғни оқушылар тек қана мұғалімнің көрсетіп жатқан слайдтарын осы қазір қалай болады, тура сонда ғана көруге мүмкіндіктер бар. Бірақ бұл жерде бір айта кететін нәрсе, оқушыларда презентацияны басқаруды өз қолына алуға мүмкіндіктер болады. Мына жерде кнопкалар болады өздерінің. Соны басса егер, онда презентациямен сіз емес, оқушылар басқарып кетуі мүмкін. Ол кезде егер ондай болып жатса, сіз мына жерден астыңғы жақтан қай оқушы олай презентацияны басқарып жатқанын көруіңізге болады. Және оған ескерту жасап, екінші рет үйтпей деп, қайттан өзіңізге презентацияның басқаруын өзіңізге алуыңызға болады, сәйкесінше кнопкамен. Арғай, енді бұл жүктелген презентация қазір қай жерде орналасқан? Соны көрейік. Общий вкладкасындегі файлы деген жерге жаңа жүктедік. Міне, логарифмдік теңдеу теңсіздік. Бұны біз қазір етіп үстінен басып ашсақ, кейін оқушылар кіргеннен кейін, сабақтан кейін өздері ашып көретін болса, егер презентация осы жерде жататын болса, онда оқушылардың бұл презентацияны өзгертуге мүмкіндіктер болады. Яғни, мысалы, біреу байқамай бір нәрсені өшіріп қойса, онда қалған оқушылар өшіріп қойса, ол сақталып қалады. Қалған оқушылар бұл жерде не болғанды көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан сіз егер оқушыға презентацияның өзгерту мүмкіндігін алып тастағыларыңыз келсе, яғни оқушы өзгертпейтіндей қылғыларыңыз келсе, онда оның учебные материалы деген папканың ішіне салу керек екен. Ол үшін презентацияны сол жағынан шертеміз. И мына жерде переместить деген команданы орындайсыздар. Мына үш бұрыштан басып.
переместить. И учебные материалы таңдаймыз. Переместить дейміз. Енді учебный материалы деген папканың ішінде орналасқан презентацияны оқушылардың өзгертуге мүмкіндігі жоқ. Бұл бірінші әдіс. Енді екінші, егер сіз презентацияны оқушы ашқан кезде презентацияны ол міне мынандай режимде ашылады. Просто мынау командалар онда неактивный болады да, ол мынау слайдтарды бүйтіп көріп шығуға мүмкіндігі болады. Бірақ өзгерте алмайды ештеңе. Егер сіз мынау артық меню, мынау слайдтардың несі номерлері, перечні жоқ көрінбейтіндей қылғыларыңыз келсе, яғни оқушы презентацияны ашқан кезде бірден демонстрация режимінде ашу керек болса, онда сіз былай істеуіңізге болады. Өзіңіздің компьютеріңіздегі рабочий столдан жаңа жүктедік қой біз логарифмдік теңдеу теңсіздік деген презентацияны. Соны ашамыз. И бұны қайтадан сақтаймыз. Файл, сохранить как. Осы рабочий столға. Бірақ презентация PowerPoint емес, тип файлыны демонстрация PowerPoint деп таңдаймыз. Демонстрация PowerPoint. Расширение с PPSX болады. Но PPTX, но PPSX болады. Осыны таңдаймыз и сохранить дейміз. Жабамыз. Енді біз уже учебный материал емес, кез келген жерге, осы кез келген жерге емес, файлдың учебный материалдың сыртына осы міне мынау жаңа біз сақтаған PPSX жаңа демонстрация. Осы жерге салатын болсақ презентацияны. Онда бұл презентацияны оқушы ашқан кезде ол бірден режим просмотрға ашылады. Яғни ешқандай инструменттер, ешқандай меню бұл жерде көрінбейді. Оқушы тек қана презентацияны істеп отырады. Режим просмотрда көріп отырады. Ол ешқандай өзгертуге, редактировать етуге оның қазір бұл жерде мүмкіндігі болмау керек. Енді бұл көшіріп алып, немесе SharePoint ашып, не редактировать етуге болатын шығар. Бірақ именно осы жерде оның ондай мүмкіндігі жоқ. Бұл презентация туралы айтылатын нәрсе.